Қазақстанда туризм саласы соңғы жылдары жаңа қарқынмен дамып келеді. Елдің әр өңіріндегі әсем табиғат, бай тарихи мұрамен ғасырлардан жалғасқан салт дәстүр шетелдік және отандық саяхатшылардың қызығушылығын арттыруда. Бүгінде туризм тек демалыс саласы ғана емес, сонымен қатар экономиканың маңызды бағытына айналуда. Осы мақсатта мемлекет тарапынан, жергілікті басқару органдары тарапынан да туризм инфрақұрылымын жетілдіруге бағытталған түрлі жобалар жүзеге асырылуда. Әсіресе Қазақстанның оңтүстік өңірі тарихи ескерткіштерімен, ерекше мәдениетімен және табиғи байлығымен туристерді өзіне тартатын аймақтардың бірі. Соңғы уақытта Түркістан облысы мен Шымкент қаласында туризм саласын дамытуға бағытталған бір қатар маңызды бастамалар қолға алынуда. Солардың бірі өңірдегі туризм әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа серіктестік жоба. Бұл бастама аясында Түркістан облысының туризм басқармасына қарасты туристік ақпараттық орталық, әуе тасымалы саласындағы ірі компания және Шымкент қаласының туризмге жауапты құрылымдары өзара ынтымақтастық туралы келісімге келді. Тараптар өңірдегі туристік мүмкіндіктерді бірлесе дамыту үшін арнайы жол картасына қол қойды. Түркістан облысында туризмді дамытуға бағытталған жаңа қадам жасалды. Өңірдің туристік әлеуетін арттыру мақсатында Open Түркістан туристік ақпараттық орталығы, Скат әуе компаниясы және Шымкент қаласының туризм сыртқы байланыстар және креативті индустрия басқармасы бірлескен жол картасына қол қойылды. Құжат аясында жаңа туристік маршруттар әзірленіп, өңірдің тарихи мәдени мұрасы мен табиғи нысандарын кеңінен насихаттау жоспарланып отыр. Мамандардың айтуынша, бұл бастама Түркістан мен Шымкентті еліміздің ғана емес, халықаралық туристік бағыттардың біріне айналдыруға мүмкіндік береді. Біз бүгін үлкен бір бастамақшымыз, ниетіміз. Енді қазағымызда айтады ғой, ауызбіршілік болса, үлкен жетістікке жетуге болады. Енді соның бір себебі бұл туризмді дамыту. Қазіргі таңда біз өткен осы бір 2-3 апта бұрын Open Түркістан деген біздің Түркістан облысының туризм компаниясы бар, туризмді басқаратын, сонымен бірге Скат авиа компаниямыз. Бұл Скат негізі, шын айту керек, Қазақстан бойынша жергілікті именно аймақта құрылған компаниялардың бірі. Бұл негізі біздің бренд. Біздің Open Түркістан туризмді басқаратын Түркістан облысының әуе компаниямыз Скат және осы Шымкент қаламыздың мегаполистің туризм басқармасы және креатив басқармасымен бірігіп, туроператорлармен ауызбіршілікпен дискуссия жасап, біз күшімізді біріктірейік. Себебі қазіргі таңда біз талдау жүргіздік. Талдаудың есебінде Түркістан аэропорт пен Шымкент аэропорттың қоса алғанда аптасына 147 рейс ұшады екен. 147 рейс деген былай орташа шамамен 30 мың халық аптасына ұшып тұрады екен. Енді барлығы ол біздің Түркістан облысының керемет туризмді біледі ме екен, Шымкент қаламыздың туризм әртүрлі объектілерін, әртүрлі өткізіп жатқан шараларын біледі ме екен деген үлкен сұрақ туындайды. Арасында 147 рейстің ішінде халықаралық, енді 40% халықаралық деңгейде рейстер. Енді қаншалықты шетелден келетін қонақтарымыз бар. Енді біздің мақсатымыз, бүгін Дор картаның нақты мақсаты бұл осы Скат авиакомпаниясымен бірге, біздің Түркістан туризмі, сонымен бірге Шымкент туризммен бірге, осы біздің өңірді біргелікте Шымкент, Түркістан облысы, осы Скат авиакомпаниямен толықтай ақпарат беру. Сонымен бірге жаңа креативті форматта рекламаны подача беру. Қазір өздеріңізге белгілі, әуе жайында көптеген мына жақта телевизорлар бар. Қазір мына неде регистрацияда өтсеңіздер, Вьетнам деп басқа қалаларды жазып қойған. Біздің ниетіміз осы жақта туризм, осы Түркістан облысы болсын, Шымкент қаламыз болсын, сол жақтың роликтері болсын. Сондай ниетпен жасап жатырмыз. Оның осы Дор картаның ішінде. Сонымен бірге біздің қазір мына Скат әуе компаниясының ішінде борт журнал бар, Аспан деген керемет журнал бар. Сол жақта керемет ақпаратты рекламаны орналастыруымыз керек. Енді ол жақта жай реклама емес, мына шетелдік азаматтарды, өзіміз Қазақстандағы түрлі қалалардың азаматтарын кәдімгі промоушн ретінде осы қызықтыратын рекламаны беруіміз керек. Біз реклама беруге дайынбыз. Скат авиакомпаниясы скидка жасап береміз дейді. Соған біз кәдімгі реклама, түрлі ақпаратты осы Түркістан және Шымкент туралы береміз. Сонымен бірге, қазіргі таңда Скат әуе компаниясы 20-ға жуық шетелге ұшып барады.
15-тен 20-ға шығу. Ол үлкен потенциал, үлкен мүмкіндік. Бұл скат әуе компаниясы басқа Вьетнам болсын, басқа қалаларға, шет елдерге қалаларға азаматтарды алып барады. Сол жақта азаматтарды келеді. Енді сол жақта әртүрлі көрмелерге қатысады. Сол көрмелер арқылы скат қатысып жатқан көрмелер арқылы біздің Түркістан облысы және Шымкенттің ақпаратын беру. Тек қана Түркістан қаласы емес, біздің енді ниетіміз қазіргі таңда көп біздің азаматтарымыз Түркістан облысының керемет объектілерін, керемет эко-вилледж, глэмпинг, қайда қаладан басқа қай жаққа баруын біле бермейді. Оның не дейді қазіргі таңда гидтерді қайда алуға біле бермейді. Сол біздің мақсатымыз жаңа подачамен сол толықтай ақпаратты, осы облыс бойынша толықтай ақпаратты енгізу, көрсету, осы скат арқылы. Оған скатке да өте тиімді ғой. Егер көп шетелден азаматтар, өзіміз Қазақстанның азаматтары, егер біздің Түркістан облысы, Шымкент туралы көптеген шаралар, қызықты нәрселерді білсе, олар қызығып сол скат арқылы біздерге келеді. Ол кәдімгі бәрімізге тиімді. Енді біз үш жаққа қарамай, біргелікте ауызбіршілікпен осыны дор-карта құрып, кәдімгі жұмысты, нақты жұмысты бастайын деп жатырмыз. Сонда ниетіміз бар. Енді бүгін сол енді әрбір шараның бастамасы болу керек қой. Сол себептен осына бір микрофорумды жасап жатырмыз. Жаңа форматпен Түркістан облысының креативті форматпен біз жаңа рекламалар бермекшіміз. Ол 5 тілде болады. Бұл деген тек қана ана тілімізде толықтай ақпаратымыз бар. Енді орыс тілде де бар, бірақ енді ағылшын тілінде де жаңадан ақпарат керек. Сонымен бірге түрк елдеріне, Түркиядан өте көп ұсыныстар түсіп жатыр. Ол жақта да сұраныс бар. Енді сол ақпаратты біздің рекламаны, біздің промоушны, біздің мүмкіндіктері түркше берсек, олар кәдімгідей қызығады. Сонымен бірге қытайша. Қытай деген нарығы қазір өздеріңізге белгілі, виза жоқ. Біз көп азаматтарымыз сол Қытайға барып жүр. Енді Қытайдан көптеген туристерді әкелуіміз керек. Енді ол туристерге ақпарат беруіміз керек, қытайша. Қазіргі таңда искусственный интеллект, жасанды интеллектпен ол ешқандай проблема емес. Оны тез арада аударып тастаймыз. Оларға кәдімгі сол ақпаратты береміз. Қазіргі таңда біз тек қана мынау СМИ-да емес, бұқаралық ақпаратта емес, әлеуметтік желілерде енді Қытай WeChat болса, WeChat-тарда беріп жатырмыз. Енді түріктер Facebook пен Instagram-ды көрсе, Facebook пен Instagram-да көреміз. Сонда ниетіміз бар, соны бастап жатырмыз. Түркістан аймағы Қазақстан тарихы мен рухани мәдениетінің маңызды орталығы. Мұнда ғасырлар бойы сақталған көне қалалардың орындары, сәулеті ерекше кесенелер мен тарихи ескерткіштер орналасқан. Сондықтан бұл өңірге келетін туристердің саны жылдан жылға артып келеді. Ал Шымкент қаласы болса, заманауи инфрақұрылымы мен қолайлы географиялық орналасу арқылы саяхатшылар үшін маңызды көлік және мәдени орталық саналады. Осы екі аймақтың туристік мүмкіндіктерін біріктіру оңтүстік өңірдің әлеуетін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Бүгін осы Шымкент қаласындағы халықаралық әуежайда Шымкент қаласының туризм, сыртқы байланыстар және креативті индустрия басқармасы, сонымен қатар Түркістан облысының Open Шымкент туристерді тарту орталығы, сонымен қатар осы Шымкенттік скат әуе компаниясы үш жақты жол картасына қол қою рәсімін өткізуді жоспарлап отыр. Бұл жол картасының ең басты мақсаты Шымкент қаласы және Түркістан облысының туристік әлеуетін біріктіру болып табылады. Сонымен қатар Шымкент қаласы мен Түркістан облысына шетелдік туристерді көптеп тарту, біздің осы жалпы оңтүстік өңіріндегі туристік нысандарды шетелдік туристерге кеңінен насихаттау. Бұл тұрғыда скат компаниясының да мақсаты, рөлі өте зор. Өйткені қаламызға, өңірімізге келетін барлық шетелдік туристерді ең басты тасымалдаушы осы скат әуе компаниясы болып табылады. Сол үшін алдағы уақытта қаламызға келетін, жалпы осы оңтүстік өңіріне келетін туристерді көбейту мақсатында осындай жол картасы қолға алынып отыр. Алдағы уақытта осы жол карта аясында өңірдегі туристік аймақ нысандарды жарнамалау және туристерді тарту осы Түркістан облысы мен Шымкент қаласы және скат әуе компаниясымен бірлесіп жүзеге асырылатын болады.
Жаңа келісім аясында туристік бағыттарды дамытуға арналған бір қатар жобалар жүзеге асырылмақ. Атап айтқанда өңірдегі тарихи және мәдени нысандарды қамтитын жаңа туристік маршруттар әзірленеді. Сонымен қатар табиғи демалыс аймақтарын дамыту, экологиялық туризмді ілгерілету және ұлттық мәдениетті танытатын іс-шараларды көбейту жоспарланып отыр. Бұл жобалар туристерге өңірдің бай мұрасын жан-жақты таныстыруға мүмкіндік береді. Туризмді дамытуда көлік қатынасының қолжетімді болуы ерекше маңызға ие. Осыған байланысты әуе қатынасын кеңейту мәселесінде де ерекше назар аударылуда. Жол картасы аясында жаңа бағыттар ашу, әуе рейстерінің санын көбейту және туристерге қолайлы сапар ұйымдастыру бағытында жұмыстар жүргізіледі. Мұндай шаралар өңірге келетін саяхатшылар үшін жолды жеңілдетіп, туризмнің дамуына қосымша серпін бермек. Жол картасы аясында авиакомпания Скат бірлесіп, жаңа туристік ағындарды қалыптастыру, қолжетімді әуе қатынасын кеңейту, сондай-ақ өңірге келетін қонақтар үшін қолайлы туристік экожүйе қалыптастыру бағытында жұмыстар жүргізілетін болады. Сегодня, на данный момент, наше мероприятие... Бүгін бәріміз үшін өте маңызды күн. Бүгінгі іс-шараның басты мақсаты жол картасына қол қою. Бұл шара Скат әуе компаниясы, Визит Шымкент туристік ақпараттық орталығының, Open Түркістан мамандарының қатысуымен ұйымдастырылып отыр. Іс-шараның негізгі мақсаты туризм саласын дамыту және туристер санын арттыру. Өздеріңіз білетіндей, жақында Скат әуе компаниясында жаңа терминал салынды. Ал Еуропа мен Азияның арасындағы оңтүстік әуе хаб ретінде аталып отыр. Бұл бастамадан барлық тарап ұтады. Әуе компания үшін де, туризм саласы үшін де өте тиімді. Туристер саны артқан сайын біздің де табысымыз көбейеді. Ең бастысы бұл Қазақстан бойынша жасалып отырған алғашқы осындай келісім шарт. Бұдан бөлек тараптар өңірдің туристік мүмкіндіктерін ішкі және халықаралық нарықта кеңінен насихаттауды жоспарлап отыр. Ол үшін түрлі жарнамалық және ақпараттық науқандар ұйымдастырылып, туристік көрмелер мен халықаралық форумдарға қатысу көзделуде. Заманауи маркетинг тәсілдерді пайдалану арқылы Түркістан аймағының туристік брендін қалыптастырып, әлемдік туристік картада өз орнын айқындауға мүмкіндік туады. Сала мамандарының айтуынша, туризмді дамыту тек туристік санын арттырумен шектелмейді. Бұл бағыт өңірдегі шағын және орта бизнестің дамуына, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және жаңа жергілікті тұрғындардың әл-ауқатының жақсаруына да ықпал етеді.